Мен Дорошко Виктория Ивановна, ұлтым Украин. Қостанай облысы Наурызым ауданы Қараменді ауылында 2000 жылы 1 қазан күні дүниеге келдім. Докучаев орта мектебінде 9 жыл бойы білім алдым. Одан кейін Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжіне ағылшын тілі пән мұғалімі болып мамандық бітірдім. Қостанай облысы әкімдігінің номер 15 орта мектебінде ағылшын пәні мұғалімі болып жарты жыл жұмыс істедім. Қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қаласындағы Туран Астана университетіндегі қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі бойынша білім алып жүрмін. Және қазіргі таңда Рудный халық тілдерді оқыту орталығында ағылшын пәні мұғалімі болып қызмет атқарып жүрмін. Сонымен қоса, Сөйлетем сұхбаттасу клубының жетекшісімін. Мемлекеттік тілін білуімнің арқасында талай жетістіктерге жеттім. Әлі де жетемін деген ойдамын. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл демекші. Қазір бірнеше тілді меңгеріп, қазақ тіліне айрықша мән берудемін. Мемлекеттік тіл менің тілім. Өзге ұлт өкілі болсам да, мемлекеттік тілді, қазақ тілді білу менің парызым деп санаймын. Қазақ тілге деген қызығушылығым бала кезімнен басталды. Ауылдағы көршілермен, достармен, тәрбиешілермен әдетте тек қана қазақ тілінде сөйлесуге тырыстық. Мектепте және студенттік өмірінде сондай облыстық қалалық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы республикалық байқау ұйымдастырылады деп хабар естіген кезде мен бірден қатысуға ниет білдірдім. Шынымен де мемлекеттік тіл ол тәуелсіздігінің символы болып келеді. Өйткені мемлекеттің болашағы қазақ тілінде. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Мемлекеттік тіліміз жасай берсін.